Саламатсызбы білім алушылар. Бүгін бізде екінші дәріс. Әкімшілік процесінің түрлері, әкімшілік іс жүргізу қатынастары мен нормалар. Ішкі істер орган қызметі әкімшілік процесс пәні бойынша. Бүгінгі сабақта қарастырылатын екі сұрақ. Бірінші сұрақ әкімшілік процесінің түрлері. Екінші сұрақ әкімшілік процесінің қатынастары мен нормалар. Пәндік құзыреттер. Бұл пәннің теориялық негізі әкімшілік іс жүргізу құқығы. Заңгерлердің әкімшілік іс жүргізу құқығының пәні мен әдісін оның қайнар көздеріне, құқықтық реттеу объектілеріне, қолданыстағы әкімшілік іс жүргізу заңнамасында дұрыс бағдарлануға арналған ғылыми зерттеулері болып табылады. Нақты фактілерге әкімшілік іс жүргізу құқығының нормаларын дұрыс түсіндіру және қолдану дағдыларын қалыптастыру, білім алушыларды мемлекеттік басқару жүйесімен, басқару нысандарымен, әдістерімен, әкімшілік процесте заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету тәсілдерімен таныстыру. Білім алушыларды әкімшілік процеске қатысушылардың әкімшілік құқықтық мәртебесі мен сондай-ақ жалпы салалық басқару органдарының өзара қарым-қатынастарының ерекшеліктерімен таныстыру және құқық қорғау органдарымен арнайы құзыреттілік. Пәннің тыс құзыреттері. Білім алушылардың білімін мемлекеттік құқықтық өмірді қазіргі заманғы түсіну процесінде әзірленген және идеалармен байыту, басқарушылық мемлекеттік қызметі және әкімшілік процесі қызметі жетілдіру. Білім алушы жеке адамның да, қоғамның да белгілі бір дүние танымын дамытуға бағытталған әдіснамалық дүние танымдық мәселелерді шеше білуі тиіс. Патриотизм мен ұлттарлық келісімге негізделген өмірде және практикалық қызметте құндылық бағдарларын әзірлеу, теориялық білімді тереңдету, оларды мінез-құлықтың сенімі мен қозғаушы күшіне айналдыру негізінде білім алушылардың құқықтық дайындығын арттыру. Әкімшілік сот процесін мемлекеттік басқару органдарының, өзге де мемлекеттік және қоғамдық органдардың және олардың лауазымды адамдардың әкімшілік құқық бұзушылықтардың анықтау және жолын кесу, істерді мәні бойынша қарау және кінәлі азаматтар мен лауазымды адамдарға заңда көзделген әкімшілік жазалау, әкімшілік қалпына келтіру шараларын не қоғамдық шаралар қолдану жөніндегі қызметін ықпал ету және тәрбиелеу мақсатында, сондай-ақ құқық бұзушылықтардың алдын алу қабылданған қаулыларды, шешімдерді орындау жөнінде шаралар қабылданатын болды. Юрисдикциялық өндірістің түрлеріне мыналар жатады. Бірінші, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің міндеттері негізінен істің мән-жайларын уақытылы, толық және объективті анықтаудан, оны заңға дәл сәйкес шешуден және шығарылған қаулының орындалуын қамтамасыз етуден, сайып келгенде заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтудан тұрады. Екінші, тәртіптік іс жүргізу. Үшінші, әкімшілік тәртіп пен материалдық залалды өтеу туралы істер бойынша іс жүргізу. Төртінші, өнер табыстар мен жаңалықтар туралы істер бойынша өндіріс және тағы басқа. Бесінші, төрелік іс жүргізу. Алтыншы, шағымдар бойынша іс жүргізу. Жетінші, атқарушы билік саласындағы жеке және заңды тұлғалардың құқықтарына қатысты түрлер даулар бойынша іс жүргізу. Процестік іс жүргізу әкімшілік дау болмаған кезде атқарушы органдар өз құзыреті шегінде белгілі бір мәселелерді шеше отырып, арнайы процестік ережелерді сақтауға
міндетті екендігін көрінеді. Әкімшілік рәсімдік өндірістердің түрлері. Бірінші, лицензиялық рұқсат беру өндірісі. Лицензиялық қызмет жүзеге асыру жөніндегі өкілеттіктерді үкімет қызметін әртүрлі түрлерін лицензиялау туралы ережелерді бекітетін тиісті атқарушы органдарға береді. Лицензияланатын қызмет түрін лицензиялаушы орган заңды тұлғаға немесе дара кәсіпкерге берген лицензиялық талаптар мен шарттарды міндетті түрде сақтай отырып жүзеге асыруға рұқсат құқық. Заңнамада жүзеге асыруға лицензиялар лицензиялаушы органдардың өкілеттіктері, ұсынылған құжаттар негізінде лицензия беру туралы шешім қабылдау тәртібі, лицензияның қолданылу мерзімі мен қолданылуын тоқтата тұру, лицензияның бар екендігін растайтын құжатты қайта ресімдеу, лицензиялардың тізілімдерін қалыптастыру және жүргізу және тағы басқа талап етілетін қызмет түрлері айқындалған. Екінші, тіркеу өндірісі. Тіркеу іс жүргізу бірінші кезекте Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің атқарушы билік органдарының және оның аумақтық органдарының актілерін, қоғамды және діни ұйымдардың жарғыларын, мемлекеттік тіркеуді, заңды тұлғалар мен жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу жөніндегі іс-қимылдарды, сондай-ақ азаматтарды тұрғылықты жері бойынша және орналасқан жері бойынша тіркеу және тіркеу есебін шығару қағидаттарына сәйкес азаматтарды тіркеуді қамтиды. Қазақстан Республикасы шегінде тұру. Ішкі істер органдары автокөліктің тіркеу есебін жүргізеді. Үшінші, басқарманың құқықтық актілерін қабылдау жөніндегі іс жүргізу. Басқарудың құқықтық актілерін дайындау бойынша өндіріс мемлекеттік аппараттың тиімді қызметін қамтамасыз етуде ерекше рөл атқарады. Атқарушы биліктің құқықтық актілерінің заңдылығы мен орындылығын қамтамасыз ету үшін қолданыстағы заңнама оларды дайындаудың, қабылдаудың, жариялаудың, күшіне енудің және қолданудың белгілі бір тәртібін көздейді. Әкімшілік процестік құқықтық қатынастар бұл заңмен реттелетін саласындағы жеке нақты істерді шешуге байланысты қалыптасатын қоғамдық қатынастар мемлекеттік басқару. Әкімшілік процестік құқықтық қатынастар белгілі бір белгілермен сипатталады. Олардың арасында мыналарды атап өту керек. Бірінші, әкімшілік процестік құқықтық қатынастар мемлекеттегі құқықтық қатынастар жүйесінің бөлігі болып табылады. Екінші, әкімшілік процестік құқықтық қатынастар оның субъектілерінің құқықтық нормаларда көзделген өзара мінез құлқының сенімділігін білдіреді. Бұл ретте субъектілердің өзара мінез құлқының сенімділік дәрежесі әкімшілік процестік қатынастардың мазмұнына байланысты. Олар өз кезегінде олар пайда болатын мемлекеттік басқару саласының сипатымен анықталады. Үшінші, әкімшілік процестік құқықтық қатынастар әрқашан заңды тұлға болған кезде заңды факт пен құқықтық нормалар негізінде туындайды. Кез келген әкімшілік процестік құқықтық қатынастарды іске асыру мемлекеттік ықпал ету шараларымен қамтамасыз етіледі. Әкімшілік іс жүргізу құқықтық қатынастары материалдық және іс жүргізу әкімшілік құқықтық нормалары болған кезде ғана пайда болады. Материалдық нормалың болмауы әкімшілік процессуалдық құқықтық қатынастарды мағынасыз етеді. Ал процессуалдық норма болмаған кезде бұл қатынастар мүлдем пайда болмайды. Процессуалдық нормалар динамикалық қатынастарды реттейді. Олар үшін олардың субъектілерінің әрекеттері ерекше мәнге ие. Нәтижесінде әкімшілік процессуалдық құқықтық қатынастар пайда болады.
Әкімшілік процестік құқықтық қатынастардың міндеттері материалдық норма талаптарының орындалуын қамтамасыз ету болып табылады. Бұдан шығатыны әкімшілік процестік құқықтық қатынастар әкімшілік процестік норманың диспозициясына толық сәйкес жүзеге асыру құралы болып табылады. Әкімшілік процестік қатынастар мынадай негіздер бойынша жіктеледі. Бірінші, мазмұны бойынша. Екінші, әкімшілік іс жүргізу түрлері бойынша. Үшінші, байланыстырушы материалдық құқықтық қатынастардың салалық тиесілігі бойынша. Төртінші, олардың қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін арақатынасын бойынша. Мазмұны бойынша әкімшілік процестік құқықтық қатынастар өнеркәсіпті, ауыл шаруашылығын, көлікті, байланыстарды және тағы басқа басқару процесінде қалыптасатын құқықтық қатынастарға бөлінеді. Әкімшілік іс жүргізу түрлері бойынша әкімшілік іс жүргізу құқықтық қатынастарын бөлу мынадай топтарға бөлінеді. Бірінші, мемлекеттік басқарудың нормативтік актілерін қабылдау жөніндегі процесте туындайтын қатынастар. Екінші, басқару саласында өздеріне тиесілі құқықтарды іске асыру туралы азаматтардың ұсыныстары мен өтініштері және ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктердің өтініштері бойынша процесте туындайтын қатынастар. Үшінші, шағымдар мен даулар бойынша процессуалдық процесте туындайтын қатынастар. Төртінші, мемлекеттік басқару аппаратында ұйымдастырушылық істерді шешуге байланысты туындайтын қатынастар. Бесінші, көтермелеу туралы істерді шешуге байланысты туындайтын қатынастар. Алтыншы, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға байланысты туындайтын қатынастар және тағы басқалары. Материалдық қатынастардың салалық тиесілігі бойынша әкімшілік процестік құқықтық қатынастар азаматтық, еңбек, қаржы, жер құқығы нормаларымен реттелетін материалдық қатынастарды іске асыру мақсатында қатынастарға бөлінеді. Әкімшілік іс жүргізу қатынастарына қатысушылардың құқықтары мен міндеттерінің арақатынасы бойынша соңғылары көлденең, тік және диагональды болып бөлінеді. Көлденең әкімшілік процестік құқықтық қатынастар бір-біріне бағынбайтын бір деңгейдегі субъектілер арасында пайда болады. Тік әкімшілік процестік құқықтық қатынастар субъектілердің тең емес жағдайымен сипатталады. Бұл билік пен бағыну қатынастары. Олар төменнен жоғары қарай дамыған кезде әкімшілік іс жүргізу құқықтық қатынастары бағынышты субъектінің бастамасымен пайда болады. Құқықтық қатынастарды жоғарыдан төмен қарай дамыту кезінде әкімшілік процестік құқықтық қатынастар тікелей мүмкіндіктері мен оларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету қабілеті бар жоғары тұрған субъектінің бастамасы бойынша осы құқықтық қатынастардың төменгі бағынысты қатысушысына тікелей көрсету арқылы туындайды. Диагональды құқықтық қатынастар әртүрлі басқару жүйелеріне кіретін жоғары және төменгі субъектілер арасында қалыптасады. Мысалы, салааралық қатынастар. Әкімшілік процестік норма. Бұл Қазақстан Республика заңды мемлекеттік органы белгіленген әкімшілік істерді жария билік органдар шешкен кезде туындайтын құқықтық қатынастарды реттейтін жалпы ереже. Әкімшілік іс жүргізу нормалары құқықтық реттеудің мәні мен әдісімен анықталатын кейбір ерекшеліктерге ие. Әкімшілік іс жүргізу нормалары әкімшілік процестің нысаны мен әдістерімен жүзеге асырылады. Бұл белгілі бір заңда нәтижеге қол жеткізуге бағытталған дәйекті әрекеттерді жүзеге асырудың заңмен белгіленген тәртібі. Бұл әрекеттер ресми түрде әкімшілік және іс жүргізу құқығының нормаларымен
белгіленеді және өндіріске топтастырылады. Заңнамада әкімшілік процесс субъектілерінің құқықтық мәртебесін, олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін, істерді қорғау, қарау қағидаттарын және әкімшілік іс жүргізу нормаларын бұзған үшін қолданылатын жауапкершілік шараларын айқындайтын әкімшілік іс жүргізу нормалары қамтылады. Әкімшілік іс жүргізу нормалары қолданылатын субъектілер шеңберіне, мазмұнына, көлеміне, құқықтық күшіне, әкімшілік іс жүргізу түрлеріне, диспозиция сипатына, кеңістікті әрекеттерге, уақытша әрекеттерге қарай жіктеледі. Әкімшілік іс жүргізу нормаларын мазмұны бойынша бөлу олардың қолданылу аясын тұтастай анықтауға мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан алғанда әкімшілік іс жүргізу нормалары: біріншіден, шаруашылық қызметті басқару саласында қалыптасатын әкімшілік процестік қатынастарды реттейтін нормалар. Екінші, әлеуметтік мәдени саладағы іс жүргізу қатынасын реттейтін нормалар. Үшінші, мемлекеттің әкімшілік саяси қызмет саласындағы іс жүргізу қатынастарын реттейтін нормалар. Реттеу көлемі бойынша әкімшілік іс жүргізу нормалары жалпы және арнайы болып бөлінеді. Жалпы қабылданғандарға басқарудың барлық немесе көптеген салаларына қолданылатын әкімшілік іс жүргізу нормалары жатады. Арнайы қатынастарға негізінен мемлекеттік басқарудың бір саласында туындайтын қатынастарды реттейтін әкімшілік және іс жүргізу нормалары жатады. Заңды күші бойынша әкімшілік іс жүргізу нормалы президент, үкімет, парламент, орталық және жергілікті мемлекеттік басқару органдары шығарған актілерде қамтылған нормаларға бөлінеді. Норманың заңды күшінің негізгі көрсеткіштері: оны белгілеген мемлекеттік органның құқықтық мәртебесі және норманы білдірудің сыртқы нысаны. Алқалы орган қабылдаған нормалар заң күші бойынша мемлекеттік басқару органдары лауазымды адамдарының жекелеген актілеріндегі нормаларға балама емес болып табылады. Әкімшілік іс жүргізу норманың күші қолданылатын субъектілер тобы бойынша соңғылар мыналарға бөлінеді. Бірінші, мемлекеттік басқару органдары мен олардың ішкі бөлімшелері қызметінің тәртібін белгілейтін нормалар. Екінші, қоғамдық бірлестіктер, діни бірлестіктер және тағы басқа қызметінің тәртібін белгілейтін нормалар. Үшінші, азаматтарға арналған ережелерді белгілейтін нормалар және тағы басқа әкімшілік іс жүргізу түрлері әкімшілік процесті реттеуші нормалармен ажыратады. Соған бірінші, атқарушы билік субъектілерін құқықтық реттеу жөніндегі қызмет. Екінші, атқарушы билік субъектінің заңнамалық қызметі. Үшінші, мемлекеттік органдардың әкімшілік юрисдикциялық қызмет жатады. Диспозицияның сипаты бойынша әкімшілік іс жүргізу нормалары бөлінеді. Бірінші, міндетті, яғни тиісті, мінез-құлық ұғарымын бар және осы субъектіге баламаларды белгілемейтін. Екінші, құқық бұзушылар, яғни субъектіге жағдайларға байланысты заң шеңберіндегі мінез-құлықты таңдауға мүмкіндік беретіндер. Үшінші, ұсыныс, яғни мінез-құлықтың қажетті ережелерін белгілеу. Төртінші, тыйым салу, яғни заңмен заңсыз деп танылған белгілі бір әрекеттерден бас тартуды талап ету. Мемлекет ішінде қолданылатын әкімшілік іс жүргізу нормалары немесе әкімшілік аумақтық бірлікті ажырату. Бесінші, жалпыға міндетті, яғни барлық құқық субъектілері үшін белгіленген атқарушы биліктің төменгі буындарына қолданылатын ішкі жүйе. Уақыт өте келе әкімшілік іс жүргізу нормалары әртүрлі болады. Бірінші, белгілі бір мерзімге қолданылатын нормалар. Екінші, белгісіз уақыт ішінде қолданылатын нормалар. Сонымен
Білім алушылар, біздің лекциямыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, мұғаліміне сол сұрақтарды жазып жіберсеңіз, сол жазған сұрақтар бойынша келесі сабақта біз қарастырамыз. Тыңдаған үшін көп сізге рахмет. Сау болыңыздар.